Ассаляму алейкум, сіздермен мен Айжан Айтқалиқызы. Бүгін сіздермен үй жағдайында кереметтей сүттен құймақтар жасайтын боламыз. Ең алдымен ыдысыңызға 4 жұмыртқаны салып, жақсылап араластырасыздар. Осы жұмыртқаны араластырып жатқан кезде кішкентай шай қасықты толтырмай сода салып жібересіздер. Жақсылап араластырыңыздар. Міне түсі мынандай болады сода салғаннан кейін. Енді ұнды шетінен салып араластыратын боламыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін көріңіздер. Себебі мен ең соңында сіздермен ерекше бір құпия тәсілмен бөлісетін боламын. Міне араластырған кезде ұнды бірден салмай, бөліп осылай салыңыздар. Қараңыздаршы міне. Қорықпаңыздар, басында қамыр сияқты сондай кішкене тесто осылай болады міне. Іштен кетпейді, ол кейін сүт құйғаннан кейін көресіздер еритін болады. Мен өзім осылай жасаймын. Енді сұйық майымды құямын. Одан кейін де жақсылап араластырамын міне, май сіңгенше. Енді осыған сүтімді құям болды. Сүтімізді құйып, жақсылап араластыратын боламыз. Мына ішіндегі тесто толықтай еруі керек. Міне. Сонда біріншіден сіздердің жаңа құймақтарыңыз іртік болмайды. Жаңдай гладкий дейді ғой. Ортасында ұндары бәрі араласқан, сондай күшті бір сұйық тесто шығады. Қазір қарасаңыздар, міне қараңыздаршы, міне ішіндегісінің бәрі толықтай еріп жатыр. Міне керемет болып шықты. Мен сіздерге көрсетіп жатырмын, анықтан жақыннан міне көрсін деп. Осылай болады. Енді табамызды қыздырамыз. Мен қолдың сармайын қолданамын, осылай астына жағып алам. Бәріне бірдей жаға бермеймін. Арасында табам құрғап баратқан кезде жағып қоям. Енді міне осылай өлшеп құясыздар. Қараңыздаршы, міне тесіктері керемет болып шығады осылай. Табамызды орташа отта ұстайсыздар. Өте қатты отқа қойып күйдіріп жібермеңіздер, иә? Айтады ғой, орташа отта. Енді осы қимақтарымызды жинайтын боламыз. Мен салмасына творог салдым. Екіншісіне осылай бананмен жасаймын. Балалар жақсы көреді, сіздер де осылай жасап көріңіздер. Сосын кішкене мынандай тәтті сгущенкадан қосып жіберем. Осылай. Осымен құймақтарымыз дайын болды. Сіздермен бірге болған Айжан Айтқалиқызы. Керемет, енді бір жасағаннан шығатын менің ерекше құймақтарым ғой. Сондықтан жасап көріңіздер. Каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар.